2053 жылы, соңғы соғыстан кейін қылмыс деңгейі 800%-дан астам өсті. Бұл түрме жүйесіне үлкен салмақ түсірді. Бұл мәселені шешу үшін үкімет бұрын адамгершілікке жатпайтын деп саналатын қорап арқылы оңалту бағдарламасын енгізді. Бағдарлама бойынша тұтқындарға 2 ғана таңдау беріледі. Біріншісі, өз еркімен дереу жойылуға келісу. Екіншісі, үкім мерзімі бойы қораптың ішінде өмір сүру. Оларға тамақ пен су заңға қарсы шыққан азаматтарды сатқандарға деген қоғамның шешіміне байланысты ғана беріледі. Егер біреу қашуға тырысса, оны бірден жояды. Сол қораптардың бірінде жарақаттанған француз әйел өмір үшін арпалысып жатыр. Ол 4 жылға сотталған, ал жазасының 2 жылдан сәл астамы ғана қалған. Ыдысында су таусылған, ал люкті тексергенде ол тағамның орнына ұстара табады. Аз уақыт ойланған соң ол берілуді шешіп, ұстараны пайдаланып, өз-өзіне қол жұмсайды. Австралияның бір тасты аралында жағалауға жақын жерде бірнеше қорап орналасқан. Бір күні 2 бала ойнап жүріп, бір қорапқа резеңке доп лақтырып жібере. Бұл 13 нөмірлі тұтқынды оятады. Ол қол-аяғы байлаулы екенін байқап, арқанды тісімен кеміріп босанады. Оның жазасы 7 жыл, және бұл оның қораптағы алғашқы күні еді. Кенеттен қабырғадағы жарық жыпылықтап, кішкентай люк ашылады. 13 люктен қарап кетіп бара жатқан балаларды көреді. Бір сәттен соң жарық қайта жанып, люк жабылады. 13 бостандық сұрап жалынған кезде, қораптағы экран қосылып, ережелерді түсіндіретін бейнежазба шығады. Соңында экранда «Сен осы жерді өзің таңдадың» деген жазу пайда болады. 13 ашуға мініп, қабырғаларды ұрып, өз кінәсіз екенін айғайлап айта бастайды. Жылап, шаршап, ұйықтап кетеді. Біршама уақыттан кейін люк қайта ашылады. 13 ыдысын шығарып, тамақ күтеді. Бірақ ештеңе болмайды. Ол қораптың әр бұрышын мұқият тексере бастайды. Қашудың жолын іздейді. Бірақ бір жерге ұзақ тиіп тұрғанда, жеңіл ток соғады. Соған қарамастан ол қарап шығуды жалғастыра береді. Сағаттар өткен сайын 13 жалғыздыққа төзе алмай, тырнағымен қабырғаны тырнап, өзін-өзі солай ермек қылады. Басқа бір қорапта тағы бір тұтқын оянады. Оның жазасы 2 жыл. Ал әлі 500 күннен аса уақыты бар. Кейде ол тірі жүрсің бе деп сұрайтын дауысты естиді. Бір кеште ол жарық панелін бұзбақ болады. Камера оны бірден байқап, дабыл қағады. Дыбыс жою басталады деп хабарлайды да, төбедегі металл шыбықтар төмен түсе бастайды. Тұтқын айқайлап көмек сұрайды, бірақ ешкім жауап бермейді. Ол еденге жатып, шыбықтардың бетіне таяп келе жатқанын үреймен бақылайды. Экран мен дауыстен шығып, үміт пайда болады. Бірақ ақау бітіп, шыбықтар оны өлтіріп тастайды. Келесі таңертең 13 қорапты қайта тексереді. Бірақ ешқандай пайдалы нәрсе таппайды. Жаңбыр жауғанда ол ыдысын люктің астына қойып, су жинайды да, ақыры ішеді. Біршама уақыттан кейін 13 ұйқыдан дауыс естіп оянады. Люкте бір жас қыз тұр. Ол 13-тің жазасы 7 жыл екенін білген соң, оның саяси тұтқын болуы мүмкін деп тұжырымдайды. Қыз ыдысты таза сумен толтырып, аздап тамақ береді. 13 тағамды бірден жейді. Қыз оған тұтқындардың тағдырын азаматтардың шешетінін ескертіп, кінәсіздігі туралы сөзін елемей кетеді. Уақыт өткен сайын 13 ақыл есін жоғалта бастайды. Жалғыздыққа төзе алмай, арқанды алып, өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Бірнеше секунд тынысы тарылып, өлімге жақындайды. Бірақ соңғы сәтте қолы арқанды жібере салады. Ол күйзеліп, өз өліміне де билік ете алмайтынын түсінеді. Бірнеше айдан кейін 13 әлі тірі. Оған газетке оралған тұқымдар беріледі. Ол оларды ыдысқа салып, газетті люкке жақын қойып, жарық түсіреді. Бірақ мақала бейтаныс тілде жазылған. 13 бұл азап екенін сезіп жылайды. Кейін ол қолын люктен шығарып, айналаны сипалап жүріп, резеңке допты табады. Енді өзіне ермек табылды. Күндер бір сарынды өтеді. 13 ұйықтайды, доппен ойнайды, люк ашылғанда сыртқа қарап күн көреді. Бірақ денесінде жаралар пайда болып, күн сайын асқына береді. Ал басқа бір қорапта ер адам 5 жылдық жазасын өтеп жатыр. 1000 күн өтіп, ол енді тек мен өз таңдаған жердемін деп қайталайтын бос қабыққа айналған. Бір түстен кейін дрон 13-тің қорабын көтеріп, ондаған тұтқын ұсталып жатқан орманға апарып тастайды. Қыз қайта келіп, 13-тің не істеп жатқанын сұрайды. 13 қысқа ғана оңалтудамын деп жауап береді. Содан кейін қыз Шекспирді оқып жүргенін айтады. Ол біраз уақыттан бері тыйым салынған болатын. 13 бұл есімді танымайды, бірақ ол оқи алатынын, тек қорапта оған рұқсат етілмегенін түсіндіреді. Қыз кітапсыз оңалту болмайтынын айтып, 13-тің қолынан ұстап, Ромео мен Джульеттадан бір жолды жатқа оқиды. 13 бұл сөздерді әдемі деп тауып, бір күні өзі де оқуды армандайды. Қыз оған кітапты бермек болады, бірақ 13 бас тартады. Ол қиындық тудырғысы келмейді. Қыз оған азық береді, және қайта келіп, дауыстап оқып беруге уәде етеді. Қыз кеткен соң 13 оның қолының жанасуы мен ернін ойлап, өз-өзіне ерік береді.
ал камера мұның бәрін жазып алады. Қамауға алынғанына 1 жыл толғанда, 13 тұқым салынған дорбадан кішкентай кітап тауып алады. Камераға арқасын беріп жатып, ол кітапты ашады да, ішінде Ромео мен Джульетта бар екенін көріп қатты қуанады. Поэтикалық жолдарды оқу оған үміт сыйлайды. Келесі жолы таза су түскенде 13 денесін жуып, жараларын мұқият тазартады. Инфекция болмас үшін. Жараға қол тигізу өте ауыр болғанымен, ол шыдап істейді. Сосын лас суды сыртқа төгеді. Камера мұны суды ысырап ету деп тіркеп, 13-тің қорабын қайта жағалауға апарып тастайды. Көп ұзамай қыз қайта келеді де, 13-тің не істегенін сұрайды. Жауаптың орнына 13 одан кімді тамақтандыруды қалай шешетінін сұрайды. Қыз жай ғана қораптарды аралап, тұтқындармен сөйлесетінін түсіндіреді. Бүгін дауыл жақындап келе жатқандықтан, ол ұзақ қала алмайтынын айтады. 13 оның жасын сұрап, қыздың 16 жаста екенін біледі. Сонда 13 оның өліп қалған қарындасын еске салатынын мойындайды. Апталар өтіп жатыр. 13 тірі қалуына сол кішкентай кітап себеп болып отыр. Ол кітапты қораптағы кішкентай жарықшаға тығып қояды. Оқымақ болғанда оны абайлап шығарып, камерадан теріс қарап оқиды. Кейде ол соншалықты оқығысы келеді, ай сәулесін пайдаланады. Күн сәулесіндей күшті болмаса да. Бір күні дрон қорапты қайтадан көтеріп, мұхиттың үстімен алып кетеді. Қонған соң люкте бір адам пайда болып, 13-ті мазақтап алма жейді. 13 көз жасына ерік беріп, бір тістеп алуға рұқсат сұрайды. Бірақ ер адам қораптағы жануарларға ешқандай рақым жасамайтынын айтады. Егер өзіне байланысты болса, ол барлық тұтқынды оңалту мүмкіндігінсіз ақ өлтірер еді. Қысқа сөз таластан кейін ол саудаласуды ұсынады. Егер 13 өзіне лас нәрсе жасауға рұқсат етсе, алма бере. Азыққа қатты зәру болған 13 келіседі, арқасын люкке қаратып еңгейеді. Алайда бұл сәтте патрульдік дрон оларды байқап қалып, оқ жаудырады. Ер адам сол жерде қаза табады, ал бір оқ қорапқа кіріп, 13-тің аяғын жаралайды. Қатты ауырып жатса да, ол сыртқа созылып, алманы ұстап алады да, ашыққандықтан бірден жей бастайды. Бірақ алма шіріген құрттарға толы болып шығады. Ол құсып тастайды. Сол түні дабыл даусы оятып жібереді. Дауыс ережелерді бұзғаны үшін жаза қолданылатынын хабарлайды. 13 алдағы 7 күн бойы ұйқысыздық азабына төзуі керек. Бұл оның жалғыз ескертуі. Егер тағы да ереже бұзса, өлім жазасы. Қораптың ішіндегі жарық барынша ашылып, дабыл тоқтамайды. 7 күн бойы 13 ұйықтай алмай қиналады. Киімін көзбен құлағына басса да, еш көмегі жоқ. Ол ашуға булығы байғайлайды, санасы құлдырай бастағанын сезеді. Кейде дабыл біраз уақытқа өшеді. 13 көзін жұмып ұйықтамақ болса, ол қайта қосылып кетеді. Ұйқысыздық аптасы кезінде 13 қорапта өткізген уақыты 2 жылға жетеді. Көп ұзамай ол қораптың сыртындағы адамдардың еркін, бақытты өмір сүріп жатқанын байқайды. Дауыс кенеттен 13-тің жалған айыппен сотталғанын, ал азаматтардың оны босатуға келісім бергенін хабарлайды. Люкте әдемі әйелдің жүзі көрініп, бір сәтте қораптың ішіне кіріп кетеді. 13 оны бір жерден таныс сияқты көреді, бірақ нақты танымайды. Әйел диванға жайғасып, шай кесесімен ойнай отырып, бәрінің галлюцинация екенін, және 13-тің ешқайда босатылмайтынын түсіндіреді. Шын мәнінде бұл сұлу әйел 13 тұтқындалмас бұрынғы өзінің бейнесі. Әйел адамның санасы қандай психологиялық сапарлардан өте алатынын түсіндіреді, истерикалық күлкіге басады, ал 13 азаппен жылайды. Ақырында дауыс жазаның аяқталғанын хабарлаған кезде ғана 13 ұйықтай алады, галлюцинация жоғалады. Бірақ бұл оқиға оның психикасында терең жара қалдырады. Бірнеше түннен кейін аспанда от шашулар көрінеді. Дауыс бұл жаңа жыл екенін және оны тойлау үшін азаматтар саяси тұтқындардан басқа барлық тұтқындарға рақымшылық жариялағанын айтады. Бұл 13-тің босатылмайтынын білдіреді. Сол түні 13 тістерінің түсіп бара жатқанын байқайды. Келесі күні таңертең бір кәрі әйел люктің сыртында пайда болып, тот басқан ұстарамен қабырғаны қағып сөйлейді. Ол 15 жыл қорапта өткізгенін және бұл тәжірибе өзін мүлде басқа адам етіп өзгерткенін айтады. Кәрі әйел ұстараны 13-ке береді. Мен болған адамды жек көремін дейді. 13 ұстараны терісіне тигізіп ойланып қалады. Бірақ қолдануға батылы жетпейді. Бір күні Шекспирді сүйетін қыз қайта келеді. 13 оны шынайы адам екенін түсіну үшін бірнеше секунд кетеді. Қыз ыдысын таза сумен толтырады, қолынан ұстап, кітаптан дәйек сөз оқиды. Бұл жолы 13 сөйлемді жалғастырып айта алады. Бірнеше ай өткенде 13-тің қарны үлкейе бастайды. Сөйтсе, ол алма берген еркекпен болған оқиғадан кейін жүкті болып қалған. Келесі келгенінде қыз оған өз халқының 13-ті құтқарып, жазасын өз қамқорлығында өтеуге дайын екенін айтады. Бірақ осы сәтте дабыл іске қосылып, люк жабылып кетеді.
ал қыз қашып кетеді. 13 шарасыздықтан айғайлап, өз мүмкіндігін жоғалтқанын түсінеді. Бірнеше аптадан соң жаңа ер адам Люкте көрінеді. Ол 13-тің жүкті екенін және әлі 4 жылы қалғанын байқайды. Ол рақымшылық дегеннің не екенін түсінеме деп сұрап, алыстан отқа оранған бір қорапты көрсетеді. Оның ойынша 13-тің жалғыз тілеуі тез өлім болуы керек. Бірақ 13 ұсыныстан бас тартады. Кейін 13 төбеден су тамшылап тұрғанын байқап, бос бұранданы бұрап шығарады. Оны тырнақтарын егеп ұштауға пайдаланып, кейін тастап жібереді. Содан кейін бұранданың орнын тырнап, тесікті үлкейтуге тырысады. Бірнеше ай өткен соң 13 босану толғақтарын сезе бастайды. Ол тізерлеп отырып, ауырсынып итереді, ақыры сәбиін дүниеге әкеледі. 13 баласын құшағына алып, кіндік бауын тісімен тістеп кеседі. Дәл сол сәтте дабыл іске қосылып, дауыс 13-тің қорапқа екінші адам әкелу арқылы ережені бұзғанын, сондықтан жою жазасы қолданылатынын хабарлайды. Қораптың ішін газ басып, 13 есінен танып қалады. Оянғанда сәбиін алып кеткенін көреді. 13 айғайлап, есінен танып жылайды, баласын қайтаруды сұрайды. Қамауға алынғанына 4 жыл өткен соң, теңіз толқындары мен қатты дауыл қорапқа соғыла бастайды. 13 жасаған тесіктері арқылы су ішке кіріп, басқару панелін істен шығарады. 13 қолын шығарып, бірдеңе табуға тырысқанда, жүйе ақауға ұшырап, Люк қолын қысып қалады. 13 ауыр азаппен айқайлап, қолын тартуға тырысады, бірақ шығара алмай, жарасын тереңдетіп алады. Сәлден соң жүйе қайта ақауға ұшырап, Люк ашылады, бірақ оның қолы сынып қалған. Кейін 13 қорапта жүрген бір қоңызды байқап, жалаң аяқпен басып өлтіреді, жеп қояды. Жүрегі айнып құсуға шақ қалады. Су кіріп жатқандықтан ол ыдысына су жинайды, бірақ қорап біртіндеп суға тола бастайды. Суға батып бара жатса да, 13 кітабын оқуға тырысады. Ақырында су деңгейі соншалықты көтеріліп, ол әрең тұрып қалады. Жүйе бұл жағдайды заңсыз араласу деп тіркеп, жою туралы бұйрық шығарады. 13 суға батып қалмауға тырысып жатқанда, дрон қорапты көтеріп кетеді. Бірақ көктен найзағай дронға түсіп, ол жерге құлап, қорап та теңізге түсіп кетеді. Таңертең жағалауда 3 жасөспірім ойнап жүріп, жағаға шығып қалған қораппен 13-ті көреді. Бірақ олар оған назар аудармай, үйлеріне кетіп қалады.